Ал сәлеметсіздер ме оқушылар? Отырыңыздар. Балалар, барлығымыз тақтаға қарайық. Yakındayız балалар. Жақсы балалар. Ал сіздерге видео түсінікті болды ма? Түсінікті болды, я? Жақсы. Ал енді бұл видео не туралы? Дұрыс тамақтану туралы, жалпы ас туралы, я? Ал қандай тағамдарда дәрумендер көп? Және де майлы көп емес тамақтар. Жақсы. Жақсы. Жарайсыздар балалар, бұған біз әлі ораламыз. Енді сіздердің барлықтарыңыздың ортаға шыққандарыңызды қалап тұрмын. Ортаға шығыңыздар. Ал енді сіздерге мынандай тапсырма болған, я? Бір-бірімізге жақсы тілек, лебіз айту керекпіз. Ал бастай қойыңыз. Мен сізге арнап шығардым, Эльмира Дәуренова. Дара тұлға ойы терең ұстазым, өзіңменен бірге өткен ұстазым, жетелеп өсірген бізді әлемге үйреткен ақылменен білімге. Рахмет. Айзада айдай жарқырап, ай сәулесінде нұрлыжан, жүректі тербеп гүлдеген Айзада арып өткен. Жақсы, рахмет, керемет. Ләззат мейірімді шуақтай назық гүлдей жарқырап, жүрек бауыры баршаның білімін алған туған. Немереге шығардым. Ойы бөлек елден ерен талғамы, журналист болу бала кезден арманы. Қазағымның атын елге шығарар, қаламымен тарих жазды арманы. Мен арайлыққа шығардым. Атқан таңдай ажарын қылығыңнан айналдым. Болмысымен өзгеше білімді қызарайым. Рахмет. Мен арайғана шығардым. Мен шығар сәудесінен мышашқаның қылығынан айналдым, елге сарайда. Керемет. Мен Сәкенге шығардым. Сәкен біздің қымбатты, ардақты да сымбатты, мектептегі қыздардың бәрін бірдей жауап. Тамаша. Келесі? Мансұр деген ертуға шабыт берді баршаға. Талапты да талапты үлгі болар жас бала. Керемет балалар.
Рахмет, отырыңыздар. Отырыңыздар. Ал енді балалар, бізде әр адам әртүрлі тағамды ұнатады, иә? Сондықтан ет тағамдары және сүт тағамдары. Кім қандай тағамды ұнатады? Ал сүт тағамдарына қандай тағамдарды ұнатасыздар? Жақсы. Ал ет тағамдарынан? Керемет. Ендеше балалар, ет тағамдарын ұнататын балалар бір топқа, сүт тағамдарын ұнататын балалар екінші топқа отыра қойыңыздар. Жақсы балалар. Керемет. Әрі қарай сабағымызды жалғастырамыз. Енді балалар, біздің тақырыбымыз ас адамның арқауы, одағай, оның түрлері. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтін тақырыбын сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау мәтін тақырыбынан. Одағайдың түрлерін ажырата білу және қолдану. Барлықтарыңызға сәттілік. Қазір барлығымыз көңіл аударайық мәтінге. Ал Айзада мәтінді бастап оқыңыз. Тұрып оқсаңыз болады. Қазақ халқы дастархан мен дәм тұзы ерекше қастерлеп қадірлейді. Келісі атады деп дастархан мен нанды және тұзды баспайды. Дастарханды құт береке, бақыт, байлық, ырыс, ынтымақтың ұйытқысы, нанды тіршілігінің тірегі деп қарайды. Рахмет. Мансұр, жалғастырыңыз. Әдетте әрбір отбасы асқа отырарда қол жуады, онан соң жасына қарай төрден бастап отырып тамақтанады. Қонақ келсе жасы мен жолына қарай төрден немесе өзіне лайықты жерден орын береді. Ақсақалдар мен жасы үлкен кісілер төрдің төбесіне отырады. Әрі ас тағамдардың алдын ішеді. Рахмет, отырыңыз. Ләззат. Жастар үлкен кісілер мен дастарханның тұрғанда тамаққа үлкен кісілердің бұрын қозғамайды. Әдетте алдыға ас тағам түбе қойылған үймесіңізді ауыл адамдарының үлкен алыстеп отырғандарға ал кәне алыңыздар деп асқа ұсыныс еткен соң барлық жаппай тамақтануға кіріседі. Жақсы, отыра қойыңыз. Ал енді балалар, мәтініміздің тақырыбы қандай? Дастархан тәрбиесі. Ал енді бұл жерде сіздер осы дастархан тәрбиесі деген мәтіннен не түсініңіздер? Сол бойынша бір-бірлеріңізге сұрақ қоясыздар. Жақсы ма? Ал 1 минут қарап алыңыздар мәтінді. Айта беріңіз. Екінші топқа қоясыздар. Сіздер бірінші топ, сіздер екінші топ. Қоя қойын. Ал неге үлкен адамнан бұрын дастархандағы асқа қол салмайды дейді? Ал әрине, бізде қазақ халқында үлкеннің орны қашанда ерекше. Түсінікті ме? Ал Мансұр, қоя қойыңыз. Ақсақалдар мен жасы үлкендер төрдің төбесіне отырады деген қалай түсінесіз? Ал үлкендер төрдің төріне отырады дегенді қалай түсінесіздер дейді сіздерге? Жаңағы жауап келе ме? Өйткені айта беріңіз Арай. Керемет. Мансұр, толықтырасыз ба? Қанағатсыз ба жауаппен? Жақсы, келесі. Дұрыс. Неліктен мәтін дастархан тәрбиесі деп аталған? Ал, айта қойыңыз. Сәкен, сұрағыңызды дайындаңыз. Себебі бұл мәтінде бұл жерде дастарханда қалай отыру керек екенін солайдан тәрбиесі көрсетіп айтылған болатын. Және де сол осы дастархандағы отыру ең басты бір өзіндік ерекшеліктерін айтылған. Керемет. Жақсы. Ал енді мынау топқа сұрақ қойыңыздар. Асқа отырмас бұрын ең алдымен не істеуіміз қажет? Жақсы.
Айзада айта қойыңыз. Асқа отырмақ бұрын біз қолымызды жуымыз керек, және де Жалғастыра беріңіз. керек, және де бұл жеке гигиенаның басты талабы, және де осы егер де арам қолмен тамақ жесеңіз, одағы бактериялар сіздің ішіңізге баруы мүмкін. Жақсы. Әрине. Ал. Тағы да сұрағыңызды қайталап өтсеңіз. Әдемілігі ме, әлде әдебілігі ме? Қандай? Дастархан әдебі. Дастархан әдебі, немесе көптеген қоғам орындарында, жиындарда, дастархан басына отырса және өзінің информациясын отырған, дастарханның әдемін сақтамау дегеніміз, ол өзінің бір жаман қылығын көрсету, немесе дастарханда нәрселерді басып сөйтіп отырған адамдарды дастархан әдемін сақтамау дейді. Ал дастархан әдемін сақтап шықпай отыру үшін, дастархан әдемін үйреніп өзінің ярақ ұстап отыру керек. Жақсы балалар. Ал енді мәтінді толық түсіндік деп ойлаймын, я? Керемет, тамаша. Әрі қарай жалғастырайық. Балалар, енді қараңыздар. Сөз таптары. Қазақ тілінде неше сөз табы бар? Я. Атаймыз. Жақсы. Ал енді бүгінгі біздің тоқталатын ерешеміз, тілдік бағдарымыз одағай. Одағай дегеніміз не? Соған көңіл бөлейік балалар. Одағай дегеніміз толық мағынасы болмайтын, адамның түрлі көңіл күйін білдіретін және жан жануарларға қаратылып айтылатын сөздерді біз одағай сөздер деп айтамыз. Түсінікті ме? Әрі қарай, мысалы, жолда жақсы жатып жай тұрдыңыз ба? Дегеніміз бұлда не болып тұр? Одағай сөз. Адамның несін білдіріп тұр? Келесі қараңыздар. Апырмау, жастық деген қандай қызық? Япырмау. Яғни бұл жерде адамның несін білдіріп тұр? Әрине. Түсінікті ме? Ал енді қараңыздар. Бұл бізде одағай және одағайға көңіл күйін білдіретін не істедік? Жан жануарларға қаратылып айтылатын сөздер екенін айттық. Ал одағайдың тыныс белгілері. Одағайдың тыныс белгілері дегеніміз, егер одағай сөйлемнің басында келсе, не болады? Одағайдан кейін үтір қойылады. Ал енді егер одағай сөйлемнің ортасында келсе, екі жағынан үтір қойылады. Ал егер одағай сөйлемнің соңында келсе, одағайдың алдында үтір қойылады. Түсінікті ме? Жақсы. Сұрақ бар ма сіздерде? Жақсы. Әрі қарай жалғастырамыз. Ал келесі балалар, бұл бізде жұптық жұмыс. Одағайларды оқып шық, қайсысын қай кезде қолдануға болады? Сәйкестендіріңіздер. Дәптерді ашып, бүгінгі ай күнді жазып, осы тапсырманы орындаңыздар. Содан кейін әр қатардан бір одағайды таңдап алып, сөйлемдер құрап жазасыздар. Түсінікті ме тапсырма? Тездетейік балалар. Одағайларды оқып шығасыздар. Қайсысы қай кезде қолданады, соны не істейсіздер? Сәйкестендіресіздер. Ал содан кейін
әр қатардағы бір одағаймен таңдап алып сөйлем құрайсыздар. Жақсы, тұрып оқи беріңіз. Япырай оқу қанаду, аттегенай қап өкілу, үшіншісі құрау шет жат-жазуларға қаратып айту, алаңқай қуану. Қуану, дұрыс. Келісесіздер ма? Жақсы, ал енді сөйлеміңізді оқи қойыңыз. Сәйкестіргеннен кейін сөйлем құрайсыздар. Жақсы, Ләззат. Оқыңыз. Алаңқай ертеңнен әжем алыс сапардан келеді. Айзада. Япырая оқу мына жердің табиғаты қандай әдемі. Тамаша. Келесі, Мерей. Япырмая қандай әдемі. Мансұр, ұлдар. Жақсы. Әрине болады. Әттеген-ай қап бүгін сабақтан кешігіп қалам. Жақсы. Бұл немене сізде? Әттеген-ай қап бүгін сабақтан кешігіп қалам. Өкіну, әрине. Ал Сәкен. Әттеген-ай қап бүгін долбыңды жаралау. Тамаша. Япырай, Япырай, мынау мынау өмір неткен ғажап еді. өмір неткен ғажап еді. Жақсы балалар, толықтырам айтам дегендеріңіз бар ма? Рахмет. Келесі тапсырмаға көшейік балалар. Мәтін. Ал екінші топ пейілі кең халық, яғни қазақ халқымыз. Сәкен бастап оқыңыз мәтінді. Мәтінмен жұмыс. Қазақ жеріне пейілі кең қонақжайларға халық, олар қонақты Құдайдың жіберген елшісі саған онымен еріп, құт береке келеді дескен қонақты қуана қарсы алып, төріне отырғызып, ендәмді тағамын алдына қойып, сый құрметпен аттандырған. Құлайы қонақты қадірлеп, қастерлегені соншалық, оның қауіпсіздігіне бүкіл ауыл жауапты болған. Келесі, Арай оқыңыз. Арай. Қазақ өз үйіне ат басын тілеген кез келген жолаушыны жылы қабақпен қабылдап, ыстық ықылас көрсеткен. Дәстүр бойынша киіз үйдің босаға саттаған әрбір адам үйден құр алыс шықпай тамақ ауыз тиюі тиіс. Жақсы. Келесі. Қазақ халқының жан дүниесіне байлығы мен ізгілігі оның дархан дастарханынан ашық жақын мінезі мен мейірі бар күңгіренен айқын танылған халқымыздың тумысынан бойына біткен осындай жақсы қасиеттермен ұлағаттарын тот баспай келешекте одан әрі жарқырап жайнай түссе деген ойда ойлаймыз. Жақсы. Балалар, мәтінмен барлықтарыңыз танысып шықтыңыздар ғой. Екі топта, Мәтін сіздерге түсінікті болды ма? Ендеше көңіл бөлеміз. Мәтін бойынша бұл жерде 3 сұрақ тұр. Сол 3 сұраққа қазақ халқын толық жауап беріңіз. Жақсы. Екінші сұрақ. Мерей. Құдай қонақ. Құдай қонақ дегеніміз қалай түсінесіз? Құдай қонақ дегеніміз үйге бір сәтте адам шашылмаған ешқандай есептен кезде бір сәтте келіп, сол кезде кіріп келетінді құдай қонақ дейміз. Толықтырамыз ба? Құдай қонақ деген кім бізде, балалар? Жақсы. Құдай қонақ дегеніміз ол кенеттен келіп қалатын, яғни мен Құдай қонақпын деп келсе, онда міндетті түрде төрге отырғызып бар тәтті дәмді заттарды. Өзіміздің немізді көрсету керек. Қонақ жайлығымызды көрсету керек. Тамаша балалар. Келесі. Ең дәмді тағам деп қандай тағамдарды айтып тұр деп ойлайсың?
ол жерде қазақтың барлық ұлттық тағамдары дәмді, өйткені дәмдегі салмақ болмайды. Сіздің жауабыңыз солай. Келісесіздер ме? Жақсы балалар. Ал енді әрі қарай мәтін бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Бұл жерде пейілі кең қазақ халқымыз. Қазақ халқын тағы қалай суреттейді екен? Біз қандаймыз? Қонақжай, жомарт, мейірімді, сыпайы дедік. Ең негізі бұл жерде қазақ халқының несі туралы айтылып тұр? Қонақжайлығы туралы айтылып тұр, иә? Жақсы балалар. Әрі қарай жалғастырайық. Енді балалар, сіздерге бір қызық тапсырма ұсынғым келіп отыр, екі топқа. Сіздерге мынандай тапсырма. Әр топ, бірінші, екінші топ, денсаулыққа пайдалы тағамдардан мәзір дайындайсыздар. Жақсы ма? Кәдімгідей, осыны осыған қосам. Дайындаған тағамдарыңыз денсаулыққа пайдалы болу керек, оқушылар. Ал. Қай топ дайын екен? Ал, жақсы, екінші топ дайын екен. Бірінші топ мұқият тыңдайық, иә? Қандай әс мәзірін дайындады екен? Біз дайындаған салат құнарлы көкөністер. Жақсы. Ал, қандай пайдасы бар? Олардың пайдасы өте ерекше, өйткені олардың бізде Тыңдаймыз. дәрумендері бар, және де дәрумендерге бай көкөністер адам ағзасына өте пайдалы болады, және де организмімізді тазартады. Ал енді қандай көкөністерді қостыңыздар? Тыңдаймыз. Жақсы. Ал сіздерге ұнады ма? Жақсы. Ал енді тыңдаймыз. Бірінші сүтті сүзіп алыңыз, екінші айранда ашытып, үшінші үш күнге қойып. Үш күнге қойып ашытамыз, одан кейін оны сүзіп, бір аптаға сүзіп қойғаннан кейін пішінге келтіріп, дәмін келтіріп кептіреміз. Құрт дайын болады. Одан кейін бізде бұда с дәрумені бар, және иммунитетті көтереді, және де шымыр болуға септігін тигізеді. Жақсы. Сіздер сонда құртты жасап шығардыңыздар, иә? Құрттың пайдасы қандай дейсіздер? Иммунитетті көтереді деп тұрсыздар. Ал сіздер организмді тазартады дедіңіздер, яғни әр түрлі көкөністер мен жемістерден сіздер не жасадыңыздар? Жақсы балалар, рахмет. Ал енді келесі барлығымыз, көңіліміз тақтада болсын. Кім? Арай қараңыз. Келесі тапсырма сіздерге. Ас туралы мақал мәтелдер іздеп, жалғастырасыздар, мағыналарын түсіндіресіздер, яғни. Түсінікті ма? Ал. Жазуларыңызға да болады, ауызша айтуларыңызға да болады. Мұғалім, бірінші мақал мәтелді. Тұрып жауап берейікші. Ас адамның арқауы. Яғни біз осындай тағам арқылы біз арқау деген сөзді қалай түсінесіздер? Ас бізге қалай арқау болады? Аш жемесек біздің энергиямыз жоқ болады, және де осындай қазіргі сияқты шымыр болмаймыз, және де осы әлемде түрлі тағамдардың түрлері бар, және де осы салаттар және сүт тағамдары, басқа да тағамдар осы адамға күш береді, арқау береді деп ойлайсыз, иә? Жақсы. Ал
Ас туралы мақал? Жақсы. Нандар жерде әндар, ас көп болса кәде бол. Ас суын төкпе ол арас. Ас қадірін ашықтар білесің. Ас тұрған жерде ән. Жақсы. Тоқтай тұрыңыз да. Бірінші түсіндіріп кетейік балалар. Содан кейін білетін мақал мәтелдеріңіз. Күміс алдында ол тек қана ол тас ретінде жаңағы ешқандай адамның немесін көтере алмайды. Яғни арпа бидай ас екен дегеннің мағынасы қалай болып тұр Арайлым? Толықтыратындарыңыз бар ма? Арпа бидай ас екен, темір күміс тас екен. Бірінші жолын ғана талдап берсеңіздер жеткілікті. Арпа бидай ас екен дегеніміз арпада осы бидайда бізде ол таза өнімдер келеді. Енді олардың ішінде өздерінің дәрумендері бар, және де олардың өздерінде өзінің ерекшеліктері болады. Сонымен қатар арпа бидайды адамдар көбейтін болса, олар адамдарға сіңімді және де пайдалы болады. Әсіресе осы диета ұстап жүрген адамдарға. Жақсы. Енді әркім өз ойымен бөлісті, әрине. Рахмет ойларыңызға. Асты қорлама құстырар, көпті қорлама састырар. Бұны қалай түсінесіздер? Бұл мақал мәтелді. Асты қорлама құстырар. Осыған мән берейікші. Тақырыбымыз, Асты қорлама керек, себебі алдыға берген тамақты үнемі жеуіміз керек. Егер біз оны жесек, онда біздің асқа деген неміз болмайды, құрметіміз болмайды. Біз яғни басқа тамаққа қарай құшылып тұрамыз. Ең бастысы асты қорламай, оны жеуіміз керек. Солай түсінесіз. Рахмет. Сол тамақты асы тауысып жеуіміз керек, себебі сол тамақтың астында бізде тамақпен бірге сол берекеде қалады, сол берекені өз рызығымызды өзіміз жеу керекпіз, иә? Қосыңыз. Асты қорлама құстырар дегеніміз, яғни өте ысырапшыл болып, көп асты жеп қоймау керек. Әр нәрсенің өз орны бар. Және де кейбір адамдар да ас тағам жоқ, жейтін тағамы болмайды. Ал көпті қорлама састырар дегеніміз, ол осы көптеген тату-тәтті адамдарды қорласа, олар бірі үшін бәрі сізге жағып кетуі. Жақсы. Ал, жақсы. Барма қосарларыңыз, алып қосарларыңыз. Керемет балалар. Жауаптарыңызға рахмет, жарайсыздар. Әрі қарай балалар. Енді сіздерге бүгінгі сабаққа қорытынды бола алатын мақал қайсы деп ойлайсыздар осының ішінде? Тұрып жауап берейікші. Ал, Арай. Солай деп ойлайсыз сіз? Жақсы. Жақсы, келесі. Осы мақалдардың барлығы бүгінгі сабағымыздың несіне келеді? Мақсатына келеді. Ал енді балалар, біздің сабағымыздың мақсатына көңіл бөлейікші. Бізде тақырыбымыз ас адамның арқауы, одағай және оның түрлері, одағайдың тыныс белгілері болады. Солай ма? Енді балалар, одағай дегеніміз не? Одағай дегеніміз сөз таптары. Содан кейін тағы не білдік, не түсіндік? Ал тұрып жауап береміз. Жақсы. Одағайға қандай мысалдар келтіре аламыз? Айзада. Құрау жеп, бұл жануарды шақыртып, яғни құрау деп қозыларды шақырамыз да? Кімді шақырамыз? Жақсы. Келесі, Мерей, дұрыс айтасыз. Балалар, жақсы. Енді қараңыздар. Одағай тыныс белгілері қалай қойылады дедік? Сөйлемнің, ал Арайлым.
тұрып жауап бер. сөйлемнің басында болатын болса, ол одағайдан кейін қойылады. Ал егер сөйлемнің ортасында болатын болса, ол одағайдан кейін де оның басында да қойылады. Ал егер сөйлемнің соңында болатын болса, ол одағайдың алдында қойылады. Жақсы. Жақсы, өтір, тыныс белгісі. Енді қараңыздар, балалар. Біз сіздермен мәтін тақырыбын анықтадық па? Ең бірінші мәтініміздің тақырыбы қандай болды? Дастархан әдебі. Енді негізгі ойды, осы дастархан әдебі деген тақырыпта негізгі ой қандай болды? Жақсы, дастархандағы отырғандағы не? Тәрбие. Әр адам өзін қалай ұстау керектігіндігі. Иә? Енді қараңыздар, балалар. Бүгінгі тақырып бойынша біз қалай ойлайсыздар? Сабағымыз бойынша мақсатымызға жеттік пе? Жеттік. Жарайсыздар. Сіздердің жауаптарыңызға үлкен рахмет. Әрі қарай күнделікті ашайық. Үй жұмысы. Ас тағамға байланысты 10 мақал мәттел жаттайсыздар. Содан кейін одағайдың түрлеріні мысалдар жазып келесіздер. Түсінікті ме? Жақсы балалар, сау болыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттік деп ойлайсыздар ма? Енді мен сіздердің телефондарыңызға, WhatsApp-тарыңызға жіберемін. Содан кейін сіздер маған сол ссылка арқылы не істейсіздер? Кері байланыс жасап жібересіздер. Сау болыңыздар. Рахмет.